айтамыз. Енді үлкен адам ондай өтірік айтпай шығар. Менде бүкілі бар жазылған дәлелдің бәрі. Сосын қай уақытта кем білмейсің, үлкен балаң неде Астанада кімнің қолында болды да? Кеше айтылды. Сол кезде сен Асылжанмен кездескенсің, Асылжан еще саған айтқан, сенен декабрьде маған қарай қайтып келесің ба деп. Сен еще жазып жібергенсің, ол запись бар менде. Аудиозапись ол дейтін. Асылжан саған айтқан, енді маған келесің ба, декабрьде точно келесің ба деп. Сен айтқансың, сен бірінші қала жетіп алшы, жетіп алдым деп сұра, сен содан кейін ол жағдайдың бәрін сұрашыш деп ше. Керек та, осы айтылған жағдайдың бәрі кеше айтылған болатын. Білмеймін, мені жаңалық қып айтып отырсыңдар. Кеше айтылған әңгіме айтылды, бірақ Ринаттың айтып отырғаны қазір Жаннаның анасы, яғни Жанна түсінгеніміз бойынша анасы неге сізге жаз? Себебі Жанна біраз дүниені жасырып қалған болып тұр. Айтпай отыр деп сізге айтып тұр ғой. Да, солай. Просто ан жерде Жанна жексұрын болып отыр дейді, екеуінің қармағына ілініп қалды дейді Жанна. Жанна бәрін ұйымдастырған Айгүл дейді негізі. Жоқ, былай ғой, онда Балауса ханым жарайды тұрады. Мына жерде былай ғой, өтірік айтқан адам негізі жобада отырмау керек деп ойлаймын мен өзім. Былай ғой, егерде мен оларды жалынып екеуін шақырып алған болсам, неге онда бұл жерде мынандай жағдай болады да, кеше енді Жанна айта кетті. Мен ойлаймын, ол бір Жанна кеше бір жасырып отыратындай да нәрсе болған жоқ. Айтқысы келген нәрсені бәрін айтты деп ойлаймын. Одан бөлек, егерде мен оларды шақырып алатын болсам, бағана айтып отыр, TikTok түсірейік деп айтты деген не әңгіме? Мен не қыламын мен TikTok түсіріп? Маған оның не керегі бар? Және де кеше осында айта кетті ғой, енді Асылжанға жоқ деп отырды. Неге екеуі бір-бірімен өтіріктен мына жақта жылап отыр деген сияқты. Мен ол кезінде айта кеттім. Мен ол сол 5 жыл бұрынғы эмоциям шықты дедім. Ал бірақтан неге Жанна мына жерде екеуміздің неміз түсінбейді екен да, бірақ екеусі келгеннен кейін Асылжан оны күтіп алады екен, екеуі бірге тұрады екен, еще плюс досының үйіне барып екеуі бірге тамақтанады екен. Сонда кім өтірікші мына жерде? Мен өтірікші болып тұрмын ба? Сонда екеуін шақырып, екеуін қосқым келіп тұрған мен болып тұрмын ба сонда? Мына жерде мысалы кеше Балауса ханым бізге айтып жатты, біз роботта кездестік деп. Негізі Асылжанның роботқа барған себебі Асылжан Жаннаға 1 жылға дейін жақындауға болмайды деген қандай қағаз бар екен. О неге? Потом өйткені Жаннаны Асылжан ұрып. Айтайшы Балауса ханым. Балауса ханым айтайшы, негізі бар ғой? Күш көрсетіп типа андай не дейді андай, қорқады дейді да Жанна Асылжаннан. Оны айтқаннан сөзінен шыға алмайды дейді. Балауса ханым айтып кетсем бола ма? Негізі Жаннаның анасы неге осы жерде қыздарға емес, именно неге саған жібереді сол нәрселерді? Жоқ, шынымен де Балауса просто біледі да сен қалай арта шығатынды. Сен жаңа шықсын деп жатсың ғой, наоборот, осы жердегі бәрінің шын болсын, өтірік болсын, арты ашып отқан, сен шығып кеткен дұрыс. Бұл жерде барлығымыздың бәрі келісім береді деп ойлаймын. Наоборот, неге Айгүл по факту қойып берді, мен бүйтіп істедім, былай істедім деп. Наоборот, ойлап тұрмын, Айгүл таза лайықты адам деп тұрмын. Сіз Балауса мынандай қандай достарының артына ашып отқан адам өзі сөйленбей ақ қойса, маған шындық кетсе қалай жаздық қалаймын мен. Негізі көрген көзге былай біз айта береміз да, жала жабуға беспіз да негізі ше, бірақтан да біреудің семьясы бір қара орман деп айтады. Айыратын болса, Айгүлдің шын ниеті айыру болса, оның қолынан келер еді. Осы жерде сөз салған кезде де жеріне жетіп, мені алдында да пікірімде айтып өткен болатынмын. Айгүлі білесіңдер қалай сөйлейтінін. Асылжанға да, Жаннаға да айтып, сойып тастайтын жерлері бардығын. Айгүл де дым білмейді емес Жанна туралы. Барлығын білет. Бірақ сонда да кезінде жаңа бет көріскен адамдар болғаннан кейін, алдағы уақытта көрсетін болғаннан кейін де біраз нәрсені бүгіп қалды. Шынымен де Балауса ханым мына жерде айтылатын дүние болады, айтылмайтын дүние болады. Қазіргі таңда біз екі отбасының арасын жаңағыдай жіліктеп отырмыз да, біріншісі Айгүл мен Асылжанның оқиғасы, одан кейін Асылжан мен Жаннаның оқиғасы деген секілді. Егер де шынымен де осы тақырыпты жабатын болғанда, сол жерде Жанна да кетпей, Асылжан да кетпей, дасканнан жабу керек еді. Бұл жерде енді ортамызда отырған Айгүл барлығына кінәлі болып отыр да. Енді былай ғой, қараңыздаршы, Асылжанның келгенін Айгүл біліпті, я? Бірақ ешкімге ескертпеген. Айтпаған, келген кезде таң қалғансыз.
Одан кейін Себебі біз мен оның келеді деп әрі күткен қарай жоқпын, Айгүл Баласахан. сізге сенеміз. Себебі айта кетейінші, себебі сіздің дәл сол реакцияңызға қарап бізде ой қалыптасты сол кезде сіз туралы. Шынымен де осындай ситуация болып жатыр дегендей. Ал бірақ қазіргі айтылған картина неге Асылжан осылай келді екен, біз неге алдық екен, неге бір сөзіне сендік екен деп өз-өзімізді кінәлап қалдық. Бірақ сөйтсек барлығын білген болып шықты соңына қарай ситуацияның, барлығын естіген болып шықтыңыз. Ал одан кейін Асылжанның артынан жанына келеді, жанынан келетін тағы да білесіз. Бірақ онда тағы айтпайсыз. Сонда түсініксіз бізге, сонда кім ақымақ? Сонда үшеуіңіз бұның бәрін бірге ұйымдастырғансыздар ма? Менің логикама кірер емес. Мен тіпті кешеде ойландым, әлде Айгүл мен Асылжан ұйымдастырайық десек, оған да келмейді. Жанна мен Асылжан оған да келмейді. Тіпті мен түсіне алмадым. Әлде үшеу бәрін білет, бірақ келіп алып реніштерін эфирде айтады. Сіздердің отбасыларыңыздағы мәселені біз шығарғымыз келген жоқ. Үшеуіңіз де жобаға өз аяқтарыңызбен өз да түсініксіз әңгімелер. Қазір өзіңіз естіп отырғандай Ринатқа да міне ақпарат келді деп отыр. Және де бір кім көрінгеннің аузынан естіліп жатқан әңгіме емес. Мысалы, Жаннаның анасы маған осылай айтты деп отыр. Бұл әңгіменің барлығы жалғаса бермей бір тоқтамға келу керек. Әрине, Асылжан да мойнына жауапкершілік алып, осы жерден әңгіменің нүктесін қою қажет. Бірақ Асылжанның өзі көріп тұрсыз, өзі жоқ. Енді қазір қатысушылар айтып жатқанға не дейсіз сіз өзіңіз? Жоқ, не дегенде мен ешкім аузына қақпақ бола алмаймын. Болмаймын да. Әркімнің өзінің қанша түрлі адам бар, сонша түрлі пікір бар. Былай ғой енді, кез келген адам, кез келген ана өзінің қызының жақсы болғанын, жақсы көрінгенін қалайды, дұрыс па? Баласы туралы жақсы нәрсе айтады, ол жақсы болсын деген сияқты. Сол үшін өзінің баланы да жақсы көрсетіп, басқа адамды жаман көрсете салу оңай. Оны түсініп тұрмын. Бірақ дегенмен де шындыққа да тура қарау керек. Мен біраз нәрсеге мере тісімді қысып, айтпайтын да дүниелер бар ғой. Ол эфирдің мәдениетіне сай емес қой. Мен осы жерде біреудің атақ абыройын төккеннен өзіме ешқандай да пайда жоқ. Бірақ ол жететін адам жететін жеріне жетеді деп ойлаймын, оны түсінеді деп ойлаймын, болды. Басқа айтарым жоқ. Бірақ мен өзім қателігім мойындаймын, ол үшін кешірім де сұраймын. Балса ханым, мен осы жерде айта кетейінші, жалпы негізінде былай ғой, енді Жаннаның мамасынан ақпараттар келіп жатыр деген сияқты айтып жатыр ғой. Әрине өзінің баласы өзіне қымбат болады, всегда кінәлі болса да енді тазартуға тырысады ғой. И мына жақтан да бетіп, мысалы, мен көріп тұрсам, бір Айгүлдің артынан да сөйтіп бір жақтап, артынан бет қағып тұратын адамы болмағаннан кейін де бәрі жан жақтан бетіп Айгүлге одан сайын қысым беріп атқан сияқты да. Мен ол состояниені мен қашан көрдім, мен кеше көрдім. Бір оңаша қалайықшы, мен өзімді жай сезініп тұрмын деген сияқты. Сол кезде мен қасында болған кезде сол нәрсені сездімді, Айгүлдің артында тұратын адам болмағаннан кейін. Бірақ та мен көрдім, Асылжанның мамасы Айгүлді больше жақсы көреді екен. Сол кезде мамасымен сөйлескен кезде де мамасынан біраз поддержка естіді да, бір жағынан да Асылжанның істеген тірліктері де дұрыс емес деген сияқты нәрселерді мен естіп қалған болатын. Енді былай естігім келді деп естіген жоқпын, просто сөйлесіп отқан кезде естіп қалдым сондай моменттер. Просто кешеде Айгүлдің айтқан нәрселері бар. Менің қазір жыным келіп отқан нәрсе, шынымен де Айгүлдің көп жерде тістеп қалды да тілін. Мен бүйтпей қояйыншы, ол бәрібір де менің екі баламның әкесі. Болашақта осы эфир тарих болып қалса, менің балаларым көрсе, ол әкесін жек көріп кетпесінші деген оймен ғана сондай көп жерлер тістеп қалды. Мен просто қазір Айгүлге айтқым келіп отқаным мынандай нәрседе, сені қазір сол екі кісі мүлдем бір жаман адам құсатып көрсетіп отырды. Лучше бар шындықты барынша айтқаның дұрыс па деп ойлаймын, Айгүл. Потому что сенің қазір артыңда саған поддержка беріп, Айгүл бүйт сөйт деп айтатын адам болмағаннан кейін, сен қазір бұл ситуациядан өзіңді өзің ғана шығара аласың, болды. Айда, оны түсініп тұрмын ғой, тұшты. Былай ғой енді, поддержка беретін адам жоқ деп айтамаймын. Әрине бауырларым бар, одан бөлек жаңағындай. Апамдай, өзім анамдай болып кеткен енем бар. Ол кісілер өздерінің ақылдарын айтады деген сияқты. Бірақ жаңағы сөзімде тағы да тұрамды, Айда, просто былай ғой, жарайды, бәрі айтылу кереккен деп те, оны айта берудің де қажет жоқ деп ойлаймын да. Мен олармен бет жыртысып отырғым келмейді, болды. Жоқ, енді Баласа ханым жалпандай бұл жақтағы әңгіме
бұл жақта Айгүл өтірік айтты деген әңгіме ғой, негізі талқыланып жатқан дүние. Жалпы ол жанына не айтты, анау не айтты деген әңгіме емес. Бұл жақта жалпы Айгүлді қолдайтын да момент емес менің ойымша. Өйткені бұл жақта бәрімізді өтірікші қылдырып қойды. Көрдік қой қандай нәрселер болған. Мысалы, мен де жылап қалған моменттер болды. Бірақ соның бәрін Айгүл біліп тұрып, бірақ соңында өтіріктің аты бір тұтам деген дүние болып тұр бұл жерде. Сол қателік болып тұр. Сонда ол Жаннаның келетін біле деген, Асылжанның келетін біле деген, соңында кім жақсы